Так, мына жақтама сонда менің контейнерлерім базар жоқ. Мен деген осыдан бір 2-3 күн бұрын Toyotаға арналған контейнерлер заказ берген болатын. Яғни осының ішінде Toyota автокөліктерінің әртүрлі маркалары бар. Енді деген, білмеймін ішінде не бар екен. Қазір енді соны бірге ашып көретін боламыз, достар. Ассалаумағалейкум, сендермен бірге мен Нұрғазақ. В общем, бүгінгі бөлімде біз деген Toyota контейнерлерін ашатын боламыз, достар. Toyota автокөліктерінің контейнерлерін ашатын боламыз. Енді деген түсіндіңдер деп ойлаймын. Енді осының ішінде деген мемін деген мощный машиналар бар. Енді соның бәрін ашып деген тюнинговать етіп, ұрып сындырып, бір-бірімен жарыстыратын боламыз, достар. Давайте видео басталмастан бұрын, достар, міндетті түрде астындағы подписаться деген кнопканы басайық деген бәріміз. Давайте қандай Toyota автокөлігінің маркасын жазып кетіңдер деген. Ал біз болай болса деген мына жақта неше контейнер бар екен деген. Так, 1 2 3 4 5 6 7 8 ба 9 ба контейнер бар екен мына жақта деген. Енді соның бәрін біртіндеп ашып шығайық. Ал олай болса кеттік ал деген, достар. Бірінші қайсысын ашамыз деген. Давай мынаны ашайық онда, достар деген. Так, кеттік ал деген. Қандай машина түсті екен бізге деген. Мә саған деген, оппа, мына Toyota деген Land Cruiser емес па деген, достар. Базар жоқ. Мә саған деген соска болып тұр екен, достар. Қараңдар, мынандай деген Land Cruiserлер деген біздің қалада Шымкентте көп жүреді деген бар ма? Базар жоқ деген. Мә саған дерске екен. Давайте олай болса осыны айдап көрейік деген, достар. Қалай, достар, сендерге жалпы Land Cruiser деген ұнай ма деген? Базар жоқ екен, достар. Мынау деген таза тауда жүретін көлік екен. Енді мен осы көлікті тауға шыққан кезде, ары бері охотаға шыққан кезде мінетін боламын. Енді мынау деген вообще дерт екен, достар. Кеттік ал деген. Енді қайсы контейнерді ашамыз? Соның жанындағын ашып көрейікші, не бар екен, көретін боламыз сендермен бірге. Так, достар, кеттік ал деген. Қандай машина түседі екен бізге деген? Опа, мынау деген, достар, мынау Toyota 75 емес па деген? Мә саған Toyota 75 қой, достар, мынау деген. Базар жоқ. Мынау деген Қазақстанда деген вообще көп жүреді деген, достар. Мынау машина деген бар емес пе? Сендер білетін шығарсыңдар, сендерге Toyota Camry 75-тер ұнайтын шығар, достар. Анау Крузак, мынау Camry деген базар жоқ енді деген. Терске екен, отырып көрейік, достар. Ішіне деген тем более свет деген көп көмек акула екен, достар. 75-ке отырып көрмеген болсаңдар сендерге ішін көрсетейін деген осындай екен, іші деген шитоктары осындай екен, база жоқ. Кеттік ал енді бұны біз деген мына Крузактың жанына қойып қояйық. Енді мен деген бұл автокөлікті бір үйге гаражға қойып қоямын ау деймін, достар. Бұл деген қай жерге айдарымды білмеймін, достар. Мынаны деген әйтеуір гаражда тұрады. Не деген мен деген осыдан, достар, 1 ай бұрын 2 ай бұрын BMW контейнерлерін аштым, содан кейін деген Mercedes контейнерлерін аштым. Соны да көріп кетіңдер. Қазір мына оң жақтан шығатын болады деген. Болмаса видеоның описаниясында тұрады, достар. Кеттік ал, достар, қандай көлік түседі екен бәріміз бірге көретін боламыз деген. Мә саған мынау чоза көлік Toyota Сараковка емес па деген, достар. Базар жоқ. Мә саған Титанксын қараңдар. Титанксы деген дерске екен, достар. Мына Toyota Сараковканы білетін шығарсыңдар енді деген. Вообще бұлар деген толып жүреді біз жақта деген. Так, олай болса отырып көрейікші. Ішіне деген бұның деген мотор майжит деп естігенім. Мен деген оппа, салон деген тура Сараковканікі ғой, достар. Базар жоқ деген. Кеттік ал деген. Бұны да мына Крузактардың жанына қойып қоя берейік, достар. Содан кейін бұларға тезірек жасап көретін боламыз деген. Скоростарын қай машина мықты екенін тексеріп көретін боламыз деген, достар, видеоның соңында. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңдер. Ал кеттік ал тағы да біреуін ашып көрейік, достар. Бізге бір мықтырақ машина түседі деген ойдамын қазір деген. Так, кеттік ал деген, достар, қандай машина түседі екен біздерге деген. Опа, мынау деген Toyota Supra ғой, достар. Мә саған, бірақ деген жаңа версиясы ма, сондай бір нәрсе сияқты. Toyota Supra дейді. Мә саған, бұл деген жаңасы, достар. Ескісі деген вообще топ еді. Мына жаңасы деген чота бір түрлі ма деп қоямын да. Енді сәл ұнамады маған, достар. Жалпы сендерге ұнап жатыр ма мына Toyota Supra деген? Базар жоқ. Бұларда деген мықты жүретін көліктердің бірі. Опа, оң жақта екен руль деген, достар. Қараңдар. Мінекей, достар. Йо-майо, Toyota деген бәрібір бөлеге, достар. Toyota деген сендерге ұнайтын шығар, жалпы деген маған өзіме қатты ұнайды. Әсіресе мынау 75 Land Cruiser дегендері бар, еще Supra дегендері бар. В общем, тема көліктер ғой негізі деген, достар. Кеттік ал, достар, келесі контейнерімізді ашып сақ не бар екен көретін боламыз. Йо-майо, достар, біздерге деген Toyota Camry'лер көп түсіп жатыр. Нақты тағы да Toyota Camry тұр ғой. Мә саған, мынау деген тура 50 ма 55 ба бір нәрсе сияқты, сана 55 ау деймін соған қарағанда, иә. Мә саған, мынау деген бізде деген бұл Toyota 55 VIP қазақ қой. Мә саған, осындай көлігің болса сен VIP қазақ боласың деген, осындай дерске киініп аласың, Toyota 55-ті айдайсың да, еткізіп, достар, көрінер ма? Содан кейін, достар, бір қызығы бұл Toyota Camry'дің, яғни 55-тің арты тартады деген. Прикиньте, қараңдар, достар, мына деген буксовой деп атсам арты тартып тұр ғой. Прикинь, негізі деген Toyotалардың арты тартушы, мынаның арты тартады деген, достар. Ойбай. Так, болды, олай болса қойып қойсақ деген, достар. Пока что деген нормально көліктер түсіп жатыр деген ойдам. Кеттік ал, сонда бізде 2 ма 3 па контейнер қалды. Осыны ашып сақ, кеттік ал. Қандай контейнер түседі екен, қызық болып тұр маған деген. Оп, кеттік ал, достар. Бізге қандай көлік түсіп тұр? Мынақта деген таза Toyota Camry ғой мынау деген. Мынау 50 екен, достар. Анау 55, мынау 50 екен. Базар жоқ деген. Енді білдім разницасын деген. Алдындағы решеткасында ау деймін, достар, осы деген разница басқа жоқ сияқты. Мынаны да тура арт тартады деген. Соған қарағанда американский ма, сондай бір нәрсе версиясы ғой, достар. Мынау деген
Так, достар, кеттік ал деген қандай көлік түседі екен болды зе Toyota Supra. Мінекей достар, 2JZ деген мотормен тұратын Toyota Supra деген осы көлік деген вообще тема көлік бұл бар ғой, таза жарысатын машина. Енді ескіріп қалды не дегенмен, бірақ ретро машиналардың бірі достар. Қараңдар, не деген соска мынау деген базар жоқ, дрифтовать етіп айырып тұр ғой жалпы деген достар қазір. Ал мінекей достар, қараңдар, ё-моё деген бір орында айналдырып тұрып мына Toyota Suprаны осы жерге қойып қоя саламыз. Енді деген топовый көлік, дрифтке арналған деген. Ал кеттік, бізде соңғы контейнеріміз қалды, соны ашып тастайық достар деген. Мәссаған достардан қараңдар, ё-моё деген Toyota Land Cruiser 300 ба әлде 400 ба бір нәрсе ғой достар. Ба деген мынау деген енді вообще тема екен достар. Қараңдар, сыртын қараңдаршы. Мәссаған деген анау Toyotаға қарағанда, Крузакқа қарағанда мынау деген мощный сияқты ғой достар. Қараңдаршы, екеуін салыстырып көретін боламыз деген. Маған деген жалпы қарасы ұнап тұр деген достар. Базар жақ қарасы топовый екен. Мәссаған. Достар, мына қараңдар, мынақты деген қарасы тұр, мынақты деген ағы тұр. Сендерге қайсысы ұнап тұр деген комментарияға бәріміз жазамыз деген. Менің ойымша деген мынау қарасы вообще топовый екен достар. Мәссаған, енді айта алмадым деген. Ата қалған жерлердің бәрі бірдей сияқты достар. Мынау ескі түрі деймін, ақ мынау қара мықты жаңа түрі сияқты достар. Ал кеттік, ал енді деген осы автокөліктердің бәрін тест драйв етіп, жылдамдықтарын бірге тексеріп шығайық достар деген. Қайсысы мықты жүреді екен? Ал біз болай болса деген бастаймыз. Кеттік, ал деген қайсынан бастасам екен? Давайте мына Toyota 75-тен бастайын достар. Кеттік, ал деген қазір. Ал достар, кеттік, ал 1 2 3 go деген басталды. Toyota 75 автокөлігі жалпы деген мықты жүреді деп ойлаймын. Енді не дегенмен бұл жаңа автокөлік деген достар, кәні 130 бен кетіп бара жатырмыз достар. 140 150-ге шығам екен, 150-ге шықты деген базар жоқ, 160-ға кетіп баратырмыз достар деген, 170-ге шықты деген, 200-ге жете алам екен достар. Toyota 75 деген маған соғыс болып тұр деген. Кеттік, ал 180-ге шықты, базар жоқ, енді 200-ге жете алмайды ау деймін достар мына тұрысымен деген. Бірақ жолда деген өзін өте керемет ұстайды екен достар. Базар жоқ. Кеттік, ал енді 170-180-ге шықты деген мына Toyota автокөлігі. Все, енді біз келесі автокөлікті тексеріп көретін боламыз. Ал достар, кеттік, келесі бізде Toyota Supra мына жаңа түрін тексеріп көретін боламыз екен. Кеттік, ал деген бұл қанша километр сағатпен жүреді екен? Мәссаған, мынау деген басты ғой достар. Деген 200-300-ге шығып кетті достар. Мәссаған деген мынау қатты жүретін сияқты. Тоқта деген. Айбай достар, алдын қараңдаршы не болып кеткен деген. Мынау деген өте мықты көлік екен достар. Мәссаған, алды бітшіс болып кетті мынаны деген. Кеттік, ал достар, енді Land Cruiser'дің ескі түрін тексеріп көретін боламыз деген. Land Cruiser 200 ба сондай деген. Мәссаған, бұлдарда газы деген басы достар, бұларда V8 мотор болады деген. Мәссаған, қараңдар, 190-мен кетіп бара жатырмыз, 200-ге шықты, база жоқ деген. Мына Land Cruiser деген действительно мықты екен достар. Жолда өзін өте керемет ұстайды деген. Ары бері бұрылған кездерде өте керемет ұстап тұр достар. Өзін Мәссаған, ё-моё, мынау үлкен поворотты шамалы қиындап қалды деген достар. Так, 220, 230, 250-ге дейін шыға аламын екен анам осыға дейін. Давай, Camry деген. Мәссаған, 250-ден асып кетті достар даже деген. Базар жоқ, керемет көрсеткіш. Toyota Camry'ді ұнататындар болса, смело бір лайк басамыз достар.